Бәріңізге ассалаумағалейкум. Тағы да бүгін бізде газель бизнес автокөлігі. Бұл жерде электрический педаль. Басында басқан кезде вылет етпейді. Дополик басқан кезде ғана машин жүруге талпынады. Газды құртай жартылай басып отқанда, әлде болмаса бас жағын басқан кезде никакой өзгеріс, влияние ештеме жоқ. Так, в общем, газдың педалін міне былай басқан кезде ештеме чувствовать етпейді. Міне жартысына дейін ештеме чувствовать етпейді. Жартысынан әрі қарай ғана чувствовать етеді. Сезімталдық жүйесі газдың педалінің соңғы жағында ғана. Бұл көлік заводтан шыққан нұсқасы бойынша, бұл деген заводской газбен шыққан. И сөйтіп заводской газды переделка жасап, мынандай стак дизитроникке өткен. Вот. И сосын көліктің өзі тұзды жерде көп жүреді. Сол тұзды жерде жүргендіктен тоқ жағының ақауы өте көп десе де болады. Тоқтардың бәрін алдын біреулер қараған, бірақ по местами перепутка жасалған. Тоқтың бірде-біреуі өзінің орында тұрған жоқ. В общем, бұл жерде біздің ең бірінші мәселеміз мына тұрған главный қызыл жуан провод. Бұл жерде екеу. Осыған мән беріңіздерді. Бір жуан қызыл проводта қара полоса бар, екіншісінде қара полоса жоқ. Қара полосасы бар провод бұл бізде іштен предохранительден келеді. Бұда бізде постоянный плюс бар. И сосын мына полосасы жоқ плюс, бұл сізде замок зажигания ашқаннан кейінгі плюс бұл. Так, енді біз осының астыңғы жағын қарайтын боламыз. Міне астыңғы жағында осы жуан провод, мына реленің өзіне келуі керек еді. Бірақ бұл жерде каким-то образом реле заттарының орындары ауысып кетіп, сондықтан бізде осындай мәселе туындап тұр. Қазір осының бәрін өзінің орнына қоятын боламыз. Сосын тағы да бір ескерту айта кетейік. Егер сізде бензин насос, электрический бензин насос жұмыс жасамай қалған жағдайда, мына ақ провод, негізінде бұл мынандай қызыл полосасы жоқ еді. Бұл как-то уже ақ проводтың өзі болу керек еді бұл жерде. Мына ақ проводтың өзі бензин насосқа тікелей барып тұрған провод. Ал сосын мына жерде мына тұрған қою сары түстегі оранжевый түске жақындау қара полосасымен түс, бұл сізде предохранительден келеді бұлда. В общем, яғни айтқанда түсіндік қой. Оранжевый қара полосасымен, қызыл қара полосасымен бұл бізде іштегі предохранительден келіп тұр. Яғни айтқанда бұларға тоқ қайдан келіп тұр, қай предохранитель деген сұрақ тағы да сіздерде болатын болса, міне бізде мына жаққа қараймыз. Мына жақта міне ең мынау так газель бизнесінің блок предохранителі. Мына жоғарғы жағында 5 дана предохранитель орналасқан. Так, осы 5 штук предохранитель бұл сізде моторный отсекке түгелімен жауап береді. Бұл жерде постоянный плюс бар. Сондықтан ана 3 релеге постоянный плюс барып тұрады. Вот, мәселе осылай. Так, в общем, қазір газдың педалін уже управлять еттік біздер. Газдың педалінде міне мынандай жасыл түстегі и сосын көк түстегі проводтар бар. Бұлар деген сізде біреуі датчик распредвалға барып тұр, екіншісі электрическая тросный заслонкаға келіп тұрған проводтар бұл. Вот бұның арғы компьютерден шыққан бас жағында мынандай қызыл проводтан басталады басы. Басы осындай қызыл проводтан басталады да, артқы жағы ол уже қызыл проводты мына моторный отсектен іздеп керек емес. Ол қызыл провод жарты жолдан жасыл және көк болып екіге бөлініп кетеді. Вот осы жағы да естеріңізде болсын. Кез келген кезде сіз тоқ жағынан ковариться етесіз ба, өзіңіздің не ақтарып, не жөндеп жатқаныңызды хотя бы полностью білмесеңіз де приблизительно жобалатып білуіңіз керек. Кез келген техниканың жұмыс жасау тәртібі, жұмыс жасау порядкасы бірдей ғой. Вот сол порядка бойынша іске кіріскен дұрыс болады. В общем, мәселе осылай. Қазір бізде оборот бәрі алып тұр. Енді мына 3 реленің астындағы тоқтарын кішке реттеп жіберетін боламыз. И содан кейін так, мынау бізде 3 проводты қиып тастапты. Так. Бұл 3 провод, бұл 3 емес, бұл даже 4 провод. Так, демек бұл 4 провод болатын болса, бұл жерде заводской газда PS датчиктің өзі заводской газдың басына келіп тұрады ғой. Вот соған киілетін штикердің мынау проводтары. Негізінде бұны заводской газдан мынандай простой газға ауыстырып қажет емес еді. Осы именно бір датчикті тауып алғаныңызда бәрі заводтық өзінің нұсқасында қалдыруға мүмкіндік бар еді. Бірақ как-то либо газовиктер асықты ма, әлде болмаса электриктер оның причинасын іздегісі келмеді ма. Вот мынандай қылып басқа газбен, в общем, тағы да бір дополнительный компьютермен бұны уже управлять етіп қойған екен.
Так, бізде Микас 12 мен Микас 12-де 3-тің қандай айырмашылығы бар деген сұрақтарды қояды да бізде именно TikTokта, YouTube'дағы көрермендеріміз. Микас 12 дегеніміз бұл коншина арқылы жұмыс жасайды. Ал Микас 12-де 3 дегеніміз бұл уже тікелей ток арқылы жұмыс жасайды. Яғни айтқанда коншинасы бар, коншинасы жоқ болып екіге бөлініп тұр ғой бұл жерде. Микас 12 коншина. Коншина дегеніміз экпорт Bluetooth системамен сіздің щиток приборыңыз жұмыс жасайды. Щиток приборға тахометрдің проводы барып тұрған жоқ, спидометрдің проводы барып тұрған жоқ, содан кейін майдың светі барып тұрған жоқ. Вот осы заттардың бәрі экпорт Bluetooth система арқылы коншина дегеніміз кан А, кан Л деп екіге бөлінеді. То есть кан Л, кан H болып екіге бөлінеді. Вот осы екі провод мына сіздің щиток приборыңызға кезектестіріп сигнал берген кезде, вот каждый сигнал щиток прибордың өзінің ішінде тағы да отдельно мини блок управлениесі бар. Вот сол блок управлениеге түсу арқылы сіздің щиток приборыңыз жұмыс жасайды. Ал егер де сізде 12-де 3 болатын болса, онда уже щиток приборыңыз сіздің простой болады, ал бірақ түріне қарасаңыз бәрінің түрі бірдей болады. Вот осы жерінде кішкене мән бере кеткен дұрыс болады. В общем, мәселе осылай. Әрі қарай кішкене тағы да ковариясы ететін боламыз. Мына жерде кішкене реттестіріп, жобаға келтіріп, вот мәселе осылай, жұмыс әрі қарай жалғасуда. Мынау бізде топливный бензиннің форсункасіне баратын штикер главный. Так, мынаны қараймыз. Вот. Мынау да міне мынандай окисление. Вот түп жағынан шіріген, проводтар қиылған. Бұны да қазір либо осы бір штукты, әлде болмаса мынаны радионмен, штикермен бірге ауыстырып жіберетін боламыз. Қазір көреміз. Так, бізде кеш болып кетті, бірақ бәрін бітірдік. Міне бірінші проверкамыз қыздырып, так, вентилятор қосылды, қайтып сөніп жатыр. Мотордың перебойы емес, поточнее айтқанда электронный газдың жұмыс жасауы өзгерді. Мана басында келген кезінде электронный газ іштегі, яғни айтқанда педаль акселератора кішкене ойланып жұмыс жасап жатқан. Қазір уже касаның ішінде поврежденный білінген проводтардың бәрі ауысқаннан кейін жұмысы бір қалыпты. Келген каса проводтар болатын болса, ең бірінші мына топливный рейкінің үстіне түсіп қажалып қалмауын қамтамасыз ету керек болады. Мәселе осылай. Алла бұйыртса, бұл газетке жібереміз. Ақ жол, сәт сапар, жолыңыз болсын деп. Так, жолда жүрген бәріңізге сол тілек. Аман есен ауылдарыңызға оралыңыздар.